Музыка сабағы 6 сынып. Сабақтың тақырыбы заманауи музыкалық жанрлар, стильдер. Сабақтың мақсаты музыканың заманауи стильдерімен, соның ішінде рок-н-ролл, рок-музыка, хип-хоп және оның түрлерімен электронды түрде танысамыз. Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және оның түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтаймыз. Бірінші тапсырма жазылым дағдысы. Мұнда оқушылар біз заманауи музыкалық стильдермен танысамыз. Оның ішінде рок-н-ролл, электронды музыка, рок-музыка және хип-хоп стильдерімен танысамыз. Және оны дәптерімізге жазып аламыз. Екінші тапсырма оқылым дағдысы. 60 және 61 беттегі мәліметтерді оқып, түсініп аламыз. Нота сауатын меңгереміз. Оқушылар, мына жерде дыбыс ұзақтықтары берілген. Мына таблицада бірінші қатарда нота ұзақтығын санап үйрену. Екінші қатарда нотаның ұзақтығы бойынша аталуын жазамыз. Үшінші қатарда нотаның жазылу таңбасын жазамыз. Мысалға, 1-ке, 2-ге, 3-ке, 4-ке саналатын қандай нота? Үшінші тапсырма тыңдалым дағдысы. Элвис Пресли, Blue Suede Shoes және The Beatles Let It Be әнін тыңдаймыз, орындау ерекшеліктерін салыстырамыз. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Oh, let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Төртінші тапсырма айтылым дағдысы. Серік Еркінбековтің әні Нұрлы Арман әнін орындауды жалғастырамыз.